Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін ақпанның 23-і. Сабақтың тақырыбы наурызда ән айтады. Пою песни на празднике Наурыз. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. 53-ші бетті ашамыз. Открыли 53 страницу. Ән айтамын, пою, я пою. Билеймін, танцую. Ән айтамын, мын обозначает я, первое лицо, пою. Билеймін, окончание мын обозначает я, танцую. Есіне сақтақ, 53-ші бетте сөйлемдер берілген. Оқимыз, аударамыз. Мен билеймін, я танцую. Сен ән айтасың, ты поешь песню. Ол ән айтады, он поет. Мен билемеймін, я не танцую. Ме суффикс обозначает не танцую. Сен ән айтпайсың, ты не поешь. Здесь суффикс па обозначает не поешь. Ол ән айтпайды. Он песню не поет. А па обозначает не поет. Наурыз келді, пришел Наурыз. Наурыз – это начало года по восточному календарю. Тыңда, қайталы оқы, 53-ші бет. Бұл жерде сурет берілген. Наурыз келді. Пришел Наурыз. Мен ән айтамын. Я пою песню. Әділ ағам. Мен ән айтамын. Я пою песню. Әділ ағам ән айтады. Брат Әділ поет песню. Қарындасым Алуа би билейді. Сестренка Алуа будет танцевать. Оқылым бірінші тапсырма, 54-ші бет. Төмендегі сөйлемдерді оқы. Прочитай предложение, которое дано внизу. Әлібек сурет салмайды. Әлібек не рисует. Ол ән айтады. Он будет петь. Саша ән айтпайды, ол билейді. Саша не будет петь, а он будет танцевать. Анель билемейді, ол ән айтады. Анель не будет танцевать, она будет петь. Анна ән айтпайды, ол суретті бояйды. Анна не будет петь, она будет разукрашивать картинку. Қанат суретті боямайды, ол суда жүзеді. Қанат не будет раскрашивать картинку, он будет плавать в воде. Айтылым екінші тапсырма, 54-ші бет. Наурыз мейрамында сен не істейсің? Сұрақтарға иә, жоқ деп жауап бер. Что ты будешь делать на празднике Наурыз? Ты должен отвечать со словами «я», «да», «жоқ», «нет». Сен наурызда ән айтасың ба? Иә, мен наурызда ән айтамын. Сен наурызда өлең жаттайсың ба? Иә, мен наурызда өлең жаттаймын. Сен наурызда билейсің бе? Иә, мен наурызда билеймін. Сен наурызда сурет саласың ба? Жоқ, мен наурызда сурет салмаймын. Сен наурызда ойыншықтарды бояйсың ба? Жоқ, мен наурызда ойыншықтарды боямаймын. Сен наурызда ойнайсың ба? Жоқ, мен наурызда ойнамаймын. Оқу тапсырмасы, 3-ші тапсырма, 54-ші бет. Жазылым письмені. Көпнікінен орнына түсіп,
қалған әріптерді қойып көшіріп жаз. Вместо точек нужно ставить слова и списать. Мен сурет саламын. Сен жапырақтарды бояйсың. Анель билейді. Әлбек ән айтады. Саша доп ойнайды. Анна суда жақсы жүзеді. Айтылым 4-ші тапсырма 55-ші бет. Сөздерді суреттермен сәйкестіріп айт. Вы должны слова подобрать правильно картинки. Санайды, читает. Бояды, разукрашивает. Билейді, танцует. Жүзеді, плавает. Ойнайды, играет. Сурет салады, рисует. Ән айтады, поет. Кеме құрастырады, составляет картинку. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз наурызда ән айтады аяқталды. Сау болыңдар.